Сәлем, бүгін біз деген танымал ғалымдар туралы мәліметтер айтамыз. Ендеше кеттік. Эйнштейн туралы қызықты мәліметтерге келсек, ол деген 3 жасына дейін сөйлей алмаған, бірақ соңында сөйлеуді үйреніп кеткен. Екінші мәлімет, ол деген компастан шабыт алған. Үшінші мәлімет, ол деген 1952 жылы Израиль елінің президенті болудан бастатқан. Бірінші ашылуы, ол деген салыстырмалық теориясы. 1905 жылы уақыт пен кеңістіктің алдында өзара байланысты туралы айтқан. Тағы да бір ашылуы, ол фотоэффект құрылысы. Ол деген жарықтың бөлшек түрінде табылатынын дәлелдеп, кванттық физикаға өз үлесін қосты. Келесі ғалым Уорбастер негізгі микробиологияны және вакциналауды ашқан болатын. Оның ең бірінші зерттеуі ол Пастердің әдісін тапқан болатын. Ол 1864 жылы ойлап табылған болатын. Содан кейін тірі ағзалардың өзінен өзі пайда болмайтыны туралы жаңа ерекше бір ашылу ойлап. Сонымен қатар үшінші ашылуы ол вакциналар тапқан болатын. Бізде құтырғы ауруынан вакцина ойлап табып, сол арқылы көп адамдардың өмірін сақтап қалған. Екінші мәлімет, ол бізде ол туралы ерекше мәліметтер. Пастер негізінен дәрігер болмаған, ол химик болған. Бірақ оған қарамастан ол өзінің өмірін сүюға дайын болған. Ол вакциналар тапқан кезде, сол вакциналардың өзіне істеп бірінші тәжірибені өзіне жасап көруге болады. Сонымен қатар тағы қызық нәрсе, қаншалықты ол ғалым үздік және танымал болса да, ол сабақта үздік болмаған. Келесі бізде әл-Фараби туралы мәліметтер. Бірінші мәлімет, ол деген философия мен логика туралы. Ол деген Аристотельдің философиясын дамытты, және де музыка туралы үлкен трактат жазып, ноталар мен дыбыстардың түрін зерттеді. Және де ол астрономия және күн білімі туралы зерттеген. Әбу-Насыр әл-Фараби туралы қызықты мәліметтер. Ол деген 70-тен астам тіл білді деген аңыз бар. Қарапайым өмір сүрген, байлыққа қызықпаған, және де философия мен дінді үйлестірген. Қаныш Сәтбаев, қазақтың тұңғыш ғалымы. Ол негізінен көптеген жаңалықтар ашқан болатын. Оның бірі Жезқазғандағы мыс кені. Ол жерді ашу арқылы 2,5 миллион тонна мыс кенін тапқан болатын. Қаныш Сәтбаевтың құрметіне Марс ғаламшарында кратерге есімі болған болатын. Бұл ғалымның еңбегін халықаралық деңгейде мойындағанның белгісі болды. Келесі бізде Исаак Ньютон. Исаак Ньютонның ашқан жаңалықтарына келсек, ол деген бүкіл әлемді заңын ашқан. Және де қозғалыс заңдарын зерттеген.